достар, міне осыған жеттік, бірақ та бұл әлі қатаймаған. Осындай негізгісі, сосын ана үшеуі тұр ғой, соны қосамыз. Мына жерге қосамыз, болады ойбай, қосамыз. Мына жерге былай болды. Сосын аударамыз. Болды. Сосын кезекте бізге штанга жасау керек. Бірақ та штанга емес. Бізде әлі жасалып жатыр. Штанга емес, штанганда тұр. Бірақ бұл штанга емес қой. Бізде тағы да бір ой бар, штанга жасау, иә? Видео отыр. Төртіншісі бар бізде. Тағы да штанга жасаймыз. Бірақ та ол неден жасалады деп ойлайсыздар? Осыдан жасалады. Сондықтан да сол видеоны күтіңіздер. Бізде 4 видео, бір видео ютубта уже. Ютубта, ал үшеуі жасалып жатыр. Сондықтан да достар, не істеу керек? Қазірден жасап тастаймыз. Сондықтан каналға тіркеліңдер, болды. Міне достар, заттарды әкелдік, мына жерде дайын тұр. Енді қазір белгілеп, осылай зыз еткізіп жабыстырамыз, сосын орындық шығады. Егер шықса сіздерге дұрыс көрсетіп боламыз. Кеттік дәуір. Басайық, көп сөйлемейік. Йо, ананы жасап болдық, міне мынаны. Сосын үстіне анау жатыр ғой жерде, ұзын, соларды қоямыз. Күте тұрыңыздар. Міне үстіне қойып отырмыз қазір. Міне дайын. Қараңыздар, бүгін астым Рамазан үйінде болған. Ол да осылай жасаған болды. Сосын осыны істедік. Ол қозғалмайды, міне. Қараңыздар, қозғалмайды, егер үстінде жатса. Міне үстіне контейлерді қойып қойдым. Сосын ортасында мындай не бар. Ол бір-бірін ұстап тұрған, ана екі жақты. Міне ана екі жақты сол қосы. Ағаш. Құлақалдым. Сосын міне үстіне контейлер жатыр. Осындай орындық. Қараңыздар. Осы соқтан да міне. Егер осылай жасағыларыңыз келсе, онда каналға тіркеліңіздер, сол кезде жасай аласыздар. Екі адам болып жасасаңыздар оңай. Беті мынандай кәдімгі фанера, міне мынадан жасалған. Осы астын көріп тұрған шығарсыздар, міне астында мынандай ағаш орналасқан, оған мынаны істеген аға. Ал мынаны үстіне қосқан тіреген. Міне, болды осындай ғана неден тұрады. Солар алыңыздар. Міне. Осымен достар, видео аяқталды. Видео көрсеңіздерге ұнаса, онда каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Өздеріңіз білесіздер, не істеу керектеріңізді. Міне осы, егер сіздерге қандай видео түсіру керек, сіздерге керек болып жүрген болса, онда өздеріңіздің ойларыңызды комментарийға жазыңыздар, не түсіру керек екен, идея болса сіздерде. Сондықтан да келесі видеода кездескенше, 2020 жыл енді ғана басталды деп, өздеріңіздің осындай орындықтарды үйлерге орнатып алып, жаттығу жасаңыздар. Сол кезде сіздердің бүкіл жақтан күшті боласыздар. Сау болыңыздар. Айтпақшы достар, келесі видеода жестко видео шығады, шын айтамын. Жестко. Сондықтан да сау болыңыздар.